Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұр Сезім. Бүгін дәмі тіл үйретін испанский чизкейк дайындаймыз. Ол үшін творожный сырға қантты қосып, миксердің ең төменгі жылдамдығында араластырамыз. Кейін жұмыртқаны бір-бірден қосып, араластырып аламыз. Сливкиді құйып араластырамыз. Сливки бізде міндетті түрде 33-35% болу керек. Себебі 10-15% болса, чизкейк бізде формасын ұстамайды. Соңында крахмалды қосып, біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Артық ауаны шығару үшін лопаткамен тағы да бір рет араластырып аламыз. Мен 18 диаметрлі формада пісіремін. Астын фольгамен орап алдым және ішіне пергамент қағазын салдым. Масса біркелкі жайылу үшін форманы не болмаса противенді кішкене ұрып аламыз. Кейін оны қызып тұрған пеште 200 градуста 45 минутта пісіріп аламыз. Басында осылай былқылдақ болып тұрады, оны толық суығаннан кейін ғана формадан шешеміз. Біздің чизкейк толық суыды және оны формасынан алып, оған кез келген декор жасасаңыздар болады. Не болмаса дәл осы қалпында дастарханға ұсынуға болады, бірақ ұсынбас бұрын ол тоңазытқышта біраз тұру керек, содан кейін барып қана ұсынсаңыз өте дәмді болады. Мен бүгін клубника және голубика қолдандым және оның үстіне молочный шоколадпен глазурь жасадым. Өте дәмді болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлығына ұнайтынына сенімдімін. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.